Бағдарламаның бүгінгі шығарылымында 2010 жылы 4,48 миллиард теңге инвестиция құйылып, қазіргі таңда күніне 10 тонна, айына 300 тонна целлюлоза өндіріп отырған кәсіпорынның жұмысымен танысамыз. Армысыздар ағайын, эфирде инвестиция және даму бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Думан Мұхаммедқали. Хлопкопром целлюлоза зауыты егіс алаңынан бастап терең химиялық өңдеуге дейінгі өндіріс тізбегін қалыптастырып, мақта қалдығынан дайын өнім шығарып отырған еліміздегі бірден бір кәсіпорын. Оңтүстік еркін экономикалық аймағында орналасқан зауыт 2010 жылы ашылған. Проект, реализованный в рамках государственной программы. Жоба үдемелі индустриялық инновациялық бағдарламасы аясында қаржыландырылған. Фабриканың жобалық қуаттылығы жылына 2,5 мың тонна ылғал жұтқыш мақта, 3,5 мың тонна целлюлоза және 7,2 мың тонна карбоксиметилцеллюлоза шығаруға қауқарлы. Өнімін алыс жақын шетелге шығарып отырған кәсіпорында 240 жұмысшы қызмет атқарады. Жобаның мақсаты жергілікті шикізат пен мақталық шикізаттан дайын өнім өндірісіне негізделген жаңа әлемдік технологияны енгізу, импорт алмастыру тауарларын арттыру және әлемдік нарыққа шығу болып табылады. Өндіріс орны ең төменгі 4-5 сортта мақта талшығын тазалап нарыққа шығарады. Ең последний қалдығына линттен жасалатын нәрсе, оны жаңағы Жетісай жақтан, Икан жақтан алып келеді бізге. Біз оны қайнатып, кептіріп, переработка жасап, сөйтіп целлюлоза болып шығады. Кәсіпорындағы құрал саймандардың барлығы жаңа, әрі соңғы үлгіде, заман талаптарына сай келеді. Зауытта әсіресе мақтаны тазалаушы құрылғының атқарар рөлі ерекше. Жұмыс барысында алдымен шикізатты тазалағыш заманауи жабдықтардан өткізеді. Бұл жерде біз мына тазалау құбырғыларымен, аппараттарымен бұл линттарды әртүрлі қоқымдардан, мусорлардан, шөптерден, нелерден тазалаймыз. Көрсеңіз, бұл жерде бұны кипарихлитл дейді. Осы жерде біз нелерді, киптарды жегіземіз. Сөйтіп бұл линточистительдерге құбырлар арқары барады. Құбырларда ол жақта тағы повторно тазаланып, тағы құбырлармен трехбарабанный очистительдерімізге түседі. Китайский трехбарабанный очистительдер деген. Ол жерде біз бұл қоқымдардан, мусорлардан, шөптерден бәрінен жақсылап тазалап, ана жерде мокрый пресс деген прессіміз бар. Сол жерге түсіреміз оны. Бұдан кейін тазаланып, нығыздалған мақта өндірістегі пістіру қазандықтарына жөнелтіледі. Цехтың бұл бөлімде механикалық тазалықтан өткен өнім енді химиялық түрдегі тексеріске алынады. Бұл жерде бізде қайнату процесі жүреді, барышный цех деп аталады. Бұл жерде салынған мақтаны шалашной суымен 137 градусқа көтеріп 3 сағат ұстаймыз. Одан кейін охлаждение істеп 3 рет шайылады. Әр процесі 10 минутте циркуляция ұсталады, сол алынады, төгіледі, 3 рет қайтарылып, кейін бұны шығарып, майдалу алса жібереміз цехқа. Әрмен қарай тазалықтың жоғары деңгейіне жеткен шикізат майдалану процесінен өтеді. Біз бұл жерде абдежін жанды істейміз. Бала гидроизолатордан мақтаны мына жаққа құяды. Обделка істейді. Обделкада гипохлоритмен обделка істейміз. Кислотка істейді. Енді 1,5 сағат обделкада тұрады. Кейін обработкасымен 2,5 сағат тұрады. Өндірістегі соңғы процеске майдаланған мақтаны кептіру жатады. Міне осылай әртүрлі заманауи аппараттардың сүзгісінен өткен мақта целлюлозаға айналады. Мақта қысып тығыздауыш құрылғы ішінде арнайы қоржындарда пресстеледі. Біз осы жерде мақта зауытында пресс-орг аппаратында істейміз. Осы киптеріне килограммы 50-55 килограмм қылып шығарып, осыны күнде 5 тонна сондай шығаруға біз әрекет істеп, жұмыс істеп жатырмыз. Соған келіп атқан мақталардың барлығын келіп түседі, біз соны не қылып, біз оны арқалы, біз соған қарап, килограммын істеп, соны ауыстырып, пресстеп, қапты кигізіп шығарамыз. Осы жерде осы жұмыстарын істеп не қыламыз біз. Күнде қанша дейсіз? Bir күнде 5 тонна шығарамыз. 50-55 килограммнан әрбір кипті сондай қылып шығару аламыз.
кәсіпорын өнімді тапсырыс берушіге ұсынбастан бұрын сапаны бақылау зертханасына жеткізеді. Біз мынау лабораторияда тексереміз качество целлюлозы. В данный момент мынаны сендер көріп атсыңдар, это раствор, медно-аммиачный раствор, который 8-12 сағат қайнайды, былайша айтқанда. Таза аммиак, жидкий аммиак, раствор аммиакқа біз кесілген метке құямызда и 12 сағатта раствор дайын болады. 12 сағаттан кейін дайын болғанда мынау раствор, біз онымен вязкость тексереміз. Вязкость тексергенде біз балдар кип шығарады, уже в конечный результат дейтіміз кип. Жиналған киптен, 5 киптен біз анализ істейміз. Әр 5 киптен аламыз навеска, сол навесканы банкаларға өлшеп саламыз. Зертханашы целлюлозаны шағын құтыға салып, таразыдағы өлшем бірлігін анықтап, дайын өнімнің тұтқырлығын анықтайды. Әр банканың өзінің объемы бар. Сол банкаға қарап, таблицаға қарап, біз навеска целлюлозаны істейміз. 5 киптен аламыз целлюлозаны и сонымен общий навесканы алып, неге таразға салып, банкаға саламыз. Сол банкаға қарап өлшейміз да, міне, например, 45-ші банка 445 салу керек. Сол навесканы банкаға салып, грубо говоря, да, соны банкаға саламыз да и медно-аммиачный раствор құйып, уже определяем вязкость целлюлозы. Бұл цех тәулік бойы кедергісіз жұмыс істейді. Мақта талшықтары 3 ауысымда өңделеді. Зауыт өніміне тапсырыс Ресейден түседі. Бірі одан дәрі жасаса, енді бірі бояуға қосады. Тіпті Ресейдің құнды қағаз өндірісінде де кеңінен қолданылады. Целлюлозаны Россияның заводтарына, лак, басқа краска шығаратын заводтарға жібереміз. Кейін Қарақауой заводтарға жібереміз. Өзімізде негізі мына жерде екінші цех бар. Ода КМЦ дейді, кейін ПАЦ дейді, полиалянная целлюлоза, оны буровой нефт шығаратын андайларды қолданыса болады. Осы заводта айына бір 300-350 тонна, қазір 300 тоннадан асық шығарып атырмыз. Құдай қаласа 350-400 тоннадан айына шығаратындай ережелеріміз бар. Оңтүстік Қазақстан облысында өндірілетін мақта шикізатына негізделген өндіріс Қазақстандағы мақта кластерін дамытуды қосымша ынталандыру болып табылады. Жалпы мақта целлюлозасынан 84 түрлі өнім шығады. Оқ-дәрілерге қосатын нитроцеллюлоза, қорғаныс саласында пайдаланылатын целлюлоза ацетаты және жоғары сұрыпты қағаздар. Это проект, реализованный в рамках государственной программы. Еліміздегі үдемелі индустриялық инновациялық бағдарламасы аясында қаржыландырылған кәсіпорын медицина саласына қажетті мақтаны өндіреді. Сонымен қатар мұнай, химия, өнеркәсібі мен қару-жарақ жасайтын зауыттарға да техникалық целлюлоза шығарады. Ал карбоксиметил целлюлоза мұнай бұрғылау ісі, киім-кешек өндірісі, құрылыс заттары, баспа қағаздары, сондай-ақ тіс порошогының құрамында да қолданылады. Зауыт басшылығы алдағы уақытта өнім көлемін арттырып, дайын өнімнің түрлерін көбейтуді жоспарлап отыр. Компания қазіргі таңда мақта кластерін өркендетуге қомақты үлес қосып келеді. Сонымен мақтаның 4-ші сорты, төменгі сорты. Лингт. Бұның төменгі сорт дейтініміз, бұның бойында мата талшықтары қалмайды. Түтілу жеңіл. Ал мынау тұрған, бұл бірінші тазартудан өткен. Бойында қоқымдар жоқ емес бар, бірақ десек те, бұнадан қарағанда таза. Ал мынау болса, барлық тазартудан өткен, бірнеше қайта сумен шайылған, жоғары температурада ыстық буда пісірілген, химиялық тазартулардан өтіп және ағарту жүргізілген дайын целлюлоза. Сонымен мақтаның соңғы сортынан, лингтан целлюлозаның қалай жасалатын көзбен көрдіңіздер. Бүгінге айтпағымыз осы болды ағайын. Жақсы күнде жүздескенше аман сау болыңыздар.